Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода құрманың керемет пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрма бұл бұрыннан белгілі, тәтті, дәмді және өте пайдалы шығыстың жемісі. Жаңа піскен түрі қоңыр қызыл түсті және өте сулы, еті жұмсақ болады. Бірақ барлығында құрма құрғақ күйінде сақталған. Олар аздап кішігірім мөлшерде, шоколадты түсте, өте тәтті әрі дәмді. Құрма қан айналым жүйесін, иммунитетті жақсартады және жүйке жүйесі мен бұлшықеттердің физиологиялық жағдайын, күш-қуатын арттырады. Құрманың құрамы пайдалы. Медиктер айтады, бұл ғажайып дәмді жемістің адам организміне пайдасы өте көп. Құрманың құрамында 60-65% көмірсулар құрайды. Басқа жемістерге қарағанда бұл көп. Бұл жеміс құрамында көптеген глюкоза және фруктоза бар. Сондықтан калориясы кондитерлік өнімдермен пісірілген дәмдер орнына толықтай алмастырылады. Қанттан айырмашылығы глюкоза майлы түрде жиналмайды, керісінше организмнен шығарады. Құрманың құрамындағы калий және магний инфаркт пен инсультты бірнеше рет туындатпайды. Құрма құрамында көптеген витаминдер бар. Құрма холестериннің жаман дәрежеге кетпеуіне көмектеседі. Медиктер құрманы онкологиялық ауруды басатынына көз жеткізген. Құрма ақылды арттыруға әсер етеді. Жұмысқа қабілеттілікті арттырады және өмірлік жүйке жүйесі мен бұлшықеттердің физиологиялық жағдайларын, күш-қуатын арттырады. Құрма физикалық қажығанда және шаршағанда өте пайдалы. Жоғары дәрежедегі табиғи қанты бар бұл жеміс күш және энергияны жоғарылатады. Кім азуды қаласа, белгілі құрма диетасын ұсынасын. Бұл диета тек артық салмақтан арылуға ғана көмектеспейді. Организмнің қалыпты болуына көмектеседі. Құрма өте құнарлы, олар тез тойдырып, аштықты кетіреді. Диетада негізгі өнім құрма болып саналады. Керек десеңіз, жай ғана тәтті құрма өзіндегі бірнеше артық салмақтан арылтады. Көптеген пайдасы бар бұл жемістің. Мамандар жоғары калориясына мән берген. 100 грамм өнімде 277 калориясы бар. Құрма сүйекке керекті дәрумендер мен басқа да қоректі заттарды береді. Құрманы пайдалануға қарсы жағдайлары да бар. Құрманы асқазан ауыратындар мен ішектегі ішкі жарасы барлар абайлап жегені жөн болады. Бауыры бұзылғандар мен әсіресе несеп тас ауруы барларға қолдануға тыйым салынады. Қант диабеті барларда абайлап жеу керек. Бір уақытта құрма мен цитрус тектестерді жеуге болмайды. Көмірсулар мен қышқыл тағамдардың комбинациясы асқазанның бұзылуына әкелуі мүмкін. Құрманың пайдасы мен зиянын ескере отырып, күніне 3-5 дана құрма жеуге болады. Құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа болады. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. Сонымен қоса, құрманы жатардан бұрын жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу өте қажет. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз.